Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Әр күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгін сіздерге биыл барлық әлеуметтік желіде хит болған шоколадты құлпынай, яғни клубника в шоколаде жасап көрсететін боламын. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Менде өзімде бір жасағаннан ақ өте дәмді, әдемі құлпынайлар шықты. Отбасыма қатты ұнады. Осы рецепті жоғалтып алмау үшін төменде сохранить батырмасын басып, керек уақыттарыңызда сол сақтап қойған плейлисттарыңызды ашып, осы рецепт бойынша жасай бере аласыздар. Құлпынайларымызды алдымен жақсылап дана-дана етіп, жуып тазалап алуымыз керек. Жақсылап жуылып шайылған құлпынайларымызды қағаз сүлгінің көмегімен қатты баспай, дымқыл қалдырмай құрғатып аламыз. Жақсылап құрғатылған әр құлпынайымызға осындай ағаш, яғни шпажканы қадап қоямыз. Бұл шпажкаларды кондитерлік дүкендерден іздеп таба аласыздар. Осымен біздің құлпынайларымыз дайын болды. Енді шоколадымызды ерітуге кірісеміз. 200 грамм колебауыз шоколадын баяу отта силиконовый лопатканың көмегімен үзбей қозғап отырып, осылай ерітіп аламыз. Нақты рецептінде алдымен 20 грамм шамасында какао майын ертіп алып, оның үстіне 200 грамм шоколадымызды қосып ерітеміз. Біздің қаламызда какао майы сатылмағандықтан мен осы колебауыз шоколадын өзім ғана ерітіп пайдаландым. Шоколадымызды шұңғыл ыдысқа құйып алып, құлпынайларымызды жеке-жеке батырып аламыз. Құлпынайымызды шоколадқа батырып алғаннан кейін сәл артық шоколадымыз ағып кетуін күтеміз және қалауларымызға ерік беріп, әртүрлі етіп әсемдеуге болады. Мен бұл жағдайда үгітілген жаңғақ, яғни дробленые орехи, сублимированная малина, кокос ұнтағын пайдаландым. Бұл заттарды да кондитер дүкендерінен таба аласыздар. Кокос майының пайдалануының себебі шоколадымызды еріткен кезде шоколадымыз сұйық болады және құлпынайдың сыртында шоколад қатты қалың болмайды. Мен өз жағдайымда кокос майын пайдаланбадым. Шоколадты еріту барысында шоколадым қою болды, бірақ құлпынайдың сыртында шоколад қатты қалың болмады. Бірақ кокос майын таба алсаңыздар, пайдалануға кеңес беремін. Келесі ерітілген шоколадым осы Колебаут фирмасының ақ шоколады. Сіздер осы шоколадты пайдалансаңыздар болады, немесе пористый ақ шоколадты да алып пайдалана берулеріңізге болады. Шоколадты еріту барысында міндетті түрде пайдаланған ыдыстарыңыздың түбі қалың болуы керек. Және пешіміздің деңгейін ең төменгі деңгейге қойып, үзбей араластыра отырып, ерітіп аласыздар. Шоколадтарыңыз күйіп кетпеуі керек. Ақ шоколадымыздың сыртына қосымша мен фисташка ұнтағын да пайдаландым. Бұл заттарыңыз болмаса, осы ерітілгеннен қалған шоколадтарыңызды кондитерлік мешокқа құйып, қиялдарыңызға ерік беріп, әртүрлі етіп әсемдей берулеріңізге болады. Кондитер мешогының ұшын өте жіңішке етіп кесіп алуға кеңес берем. Сол кезде шоколадтарыңызды әсемдегенде өте жіңішке, әдемі болып шығады. Және кондитерлік перчаткиді да киюге кеңес берем, өйткені қолын жуумен шоколадтың сыртына саусақтарыңыздың іздері қалып қояды. Құрметті менің көрермендерім, каналымның дамуына үлкен үлестеріңізді қоса отыруларыңызды да сұраймын. Ол үшін ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төменде қызыл подписаться батырмасы мен қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сол кезде ең алғаш болып жүктелген видеоларымды көре аласыздар. Және ұсынылған видеом ұнаған болса, төменде поделиться батырмасында басып, осы видеомен әлеуметтік желіде достарыңызбен де бөлісе кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздердің әрбір лүпілдеріңіз және төменде қалдырылған пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды және әрбір пікірге міндетті түрде жауап беремін. Осымен менің сіздерге ұсынылған шоколадты құлпынайым дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Нұржамал. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.